Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін керемет, өте дәмді болып, жұмсақ болып шығатын корица қосылған булочканың рецептімен сіздермен бөліспекшімін. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге қажетті заттар ол сүт, ыстықтау болғаны дұрыс. Осы ыстық сүтке біз майымызды қосып ерітіп аламыз. Одан кейін керегінше қантты қосамыз. Тәтті жақсы көретін болсаңыздар, молдау қоса беруге болады. Дрожжыны қосып араластырамыз. Одан кейін мен ванилин қостым, ол маңызды емес. Ұнды қосып отырып, осы қасықтың немесе осындай ағаш таяқшаның көмегімен араластырамыз. Оны қатты ұнды көп қосуға болмайды. Осы таяқшаның көмегімен кішкене сұйықтау тестаны жасаймыз. Міне осындай дәл видеодағыдай осындай қоюлау тестаны үстін жауып жарты сағаттан кейін осындай болып шықты. Ұнды міндетті түрде сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып, жұқалау етіп жаямыз. Міне осындай қып жаямыз. Одан кейін ас қасықпен 3 қасық қантқа корицаны қосып, кім корицаны көп жақсы көретін болса, көп қосуға да болады. Мінекей осылай қосып, дәл видеодағыдай жайып, орап шығамыз. Тесто өте нәзік әрі жұмсақ болғандықтан жіптің көмегімен осылай формаларға келтірдім. Пышақпен істесе ол пышаққа жабысып қалады, сондықтан да жіппен істеген дұрыс болады. Мінекей осыны көтерілуге қойып қоямыз. 15 минут тұрғаннан кейін міндетті түрде жұмыртқаны жағып, духовкаға жібереміз. Міндетті түрде қызарғанша дейін күтеміз. Ол пешке байланысты қызарады. Көп ұстауға болмайды, қатты болып кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді булочка.